Сәлем достар, арнама қош келіпсіздер. Біз бүгін донердің оригинал ақ соусын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге ең алдымен 3-4 тал аскөк керек болады, яғни укроп. Осылай майдалап турап аламыз. Туралған аскөгімізді өзімізге ыңғайлы ыдысқа салып аламыз. Мен бұл жерде екі лавашқа арналған, екі донерге арналған соус дайындап жатырмын. Туралған укропымыздың үстінен дайындап қойған 2 ас қасық қаймағымызды саламыз. Бұл бірінші салынып жатырған қаймақ, 20% қаймақ. Содан соң осылай чеснокты алып, сарымсақты алып, майдалап турап қосатын боламыз. Немесе үккіштен өткізіп қоссаңыздар да болады. Дайын болған сарымсағымызды жаңағы дайындап қойған қаймағымыз бен укропымыздың үстінен саламыз. Содан соң бізге 2 ас қасық майонез керек болады. Өздеріңіздің қалауыңызға қарай қандай майонез қоссаңыздар да өз еріктеріңізде. Содан соң 1 ас қасық айран керек болады. Мен магазиннің айранын істеттім. Содан соң жақсылап араластырып, бір-біріне дәмі үйлестіргенше араластыратын боламыз. Осылай. Арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып, жаңа видеоларды көріп отырыңыздар.